Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасы оқушылардың оқулықтан алған білімдерін байқау, кітапқа деген сүйіспеншілігін арттыру, кітап оқуға құмарландыру, олардың ойлау қабілеттерін және тіл байлығын дамыту, кітапты сүюге, кітапты құрметтеуге баулу мақсатында болашақ мектеп-интернатының 5-ші А сынып оқушыларымен ұйымдастыруымен 2 сәуір халықаралық балалар кітабы күніне орай өткізіліп жатқан апталықта кітап оқудың пайдасы атты сайыс сабағы өткізілді. Сайыс барысында кітап адам баласына бала кезінен бастап өмірінің соңына дейін сырлас дос болатындығы кеңінен насихатталып, қатысушыларға берілген брайль қарпіндегі жануарлар туралы ертегілер, қызыл телпек ертегілер минутқа оқудан жарыс өткізіліп, тағы ертегілер мазмұны бойынша сұрақ-жауап арқылы өз шеберліктерін көрсетті. Сондай-ақ болашақ мектеп-интернатының 5-ші А сынып оқушысы өз өнерімен Жұматаев Алмат Серікұлы «Ассалаумағалейкум, туған жерім» тамаша әндерін орындады. Сайыс соңында мақал сөздің мәйегі дегендей, оқушылар ұяшықтың артында жазылған мақалдардың жалғасын тауып, Әділқазы алқасы өз алғыстарын кітапхана ұжымы мен қатысқан оқушыларға білдірді.